эфирде болып жатқан дүниеге, яғни өлең ән жүріп жатады, соған болатын дүние. Кішкентай кезімде осындай қорқытуды естігеннен, кішкентай кезімде қорқытуды көп естігеннен, балиғат жасқа жетпей өліп кетсем екен деп тілейтінмін. Сол қорқуым енді міне 55 жасқа келіп қалдым қорқумен дейді. Қорқып 55-ке. Жаңада мынадай сөз бар ұлтымызда. Диірмендер бар ғой, ертеңізде мельница дейді, диірмен. Сол диірменнің ішінің тышқандары дейді, тарсылдағаннан қорқпайды дейді. Жаңаға қалай десем болады, тарс еткеннен мысалы бәрі қорқады да, аң құстың бәрі. Бірақ жаңа диірменнің ішінде күнде тарсылдай бергеннен кейін жаңағы тышқандар қорқпайды екен ғой. Содан шыққан сөз, диірменнің тышқандары тарсылдағаннан қорқпайды. Шын мәнінде қорқу бұл ұялуға келіп тірелу керек. Шын қорыққанның белгісі ол ұялу. Шын қорыққанның белгісі тыйылу. Шын қорыққанның белгісі Құдайдан ол адамның өз-өзін өзгертуі, жақсылыққа бет бұруы. Мысалы, мен сені құрметтеймін деп тұрып, біреу-біреуді балағаттаса, мен сені сыйлаймын деп оны ренжітсе, сыйлағандыққа жата ма? Мәселен, жақсы көру немесе елдің ішінде сүю деп айтамыз. Адам адамды сүйгендігіне дәлел не болады? Оны сүйгендігінің дәлелі ол қорғау, пана болу. Тура сол сияқты ардақты ағайын, біздің өмірімізде, яғни негізгі мәселеде қорқу деген сөз, ол адамды құрметтеу, айтқан бұлжытпау, адам болатын болса, егер жаратушымыздан қорқуды айтылатын болса, онда мойын ұсынуды айтқан болар едім. Сондықтан, құрметті ағайындар, жалпы қорқу деген сөздің арасына осын түсінесіздер. Ұялу. Мысалы, естеріңізде болса, анамыз үйге кірмегенде, біз кішкентай кезімізде кешіккенде бізге не айтар еді? Әкең айтамын дейтін. Біз әкемізде қорқатынбыз. Қорқу дегенде үйден қашып кетпейсің ғой. Бәрібір қорқу деп кетіп қалмайсың. Қорқу деген сөз ұялу, белгілі тапсырмасын орындамау, айтқанына мойын ұсынбау. Мәселе де осы. Жоқ, ұрып тепкілеп өлтіріп қояды деп қорықтық па? Жоқ, одан қорыққан жоқпыз. Сондықтан айтпақ болғаным, ардақтылар, біз дұрыс түсінуіміз керек. Яғни, мысалы, барлық шаларыңыз оқып жүрген бір ғана Фатиха сүресінде 3 мәселе қамтылады. Соның ішінде осы дүниеде бар. Фатиха сүресінде біріншісі иман бар, сенім. Яғни біз 7 парыздың біреу Мәлики яумиддин, қиямет күніне иман келтіресіз. Екіншісі нәрсе бар, ол жерде ғибадат. Ғибадат бұл жерде ияка нағбуд, саған ғана құлшылық қылам, сенен ғана көмек тілеймін деген, яғни осы жерде аятпенен Құдайдың бұйрығына мойынсыну, яғни ғибадат мәселесі. Ғибадаттың ішіне барлығы кіреді. Бұйырғандарды жасау және тыйғандарынан тыйылу да ғибадатқа кіреді. Мысалы, соның біреуі жаратқанына адамды қорқытпау, адамға қиянат жасамау, адамды қорғай білу. Осы да ғибадаттың бір түріне кіреді. Екі болды ма Фатиха сүресіндегі? Үшіншісі дұға. Яғни соңғы аяты мені адасқандардың жолына салма. Адасқандардың қатарында біз кімдерді айтамыз? Мысалы, сенің нанымыңызға тура келмеген, жаратушыны дұрыс түсінбегендерге Алла тағала осыған айтса, мені адастырма деген дұғаға келтіріп тұрмыз. Яғни адамның тілеуіндегі нәрсе. Сондықтан, ардақты ағайындар, Құранның қай аятын алсаңыз да, руханиятымызда да өзі естісеңіздер, қазақ салтында ұйықтап жатқан адамды бірден шошты оятпа дейді. Яки болмаса адамды қорқытпа дейді. Мәселен, үркітпе. Тура осы сияқты дүниелердің барлығы адамды қорқыту, үрей, тарсылдап. Мына ислам деген сөздің өзі тыныштық деген бір мағынаны қамтиды. Мойын ұсыну, тәсілім ету, соның біреуге және адамға тыныштық алып келу. Ислам мен сәлемнің түбірі бір мағынаға келіп саяды. Яғни тыныштыққа келіп саяды. Сондықтан тыныштық деген бір Құдайдың ұлы жақсылығы. Тыныштық неден келеді? Тыныштық иман менен келеді. Тыныштық намаз, ораза, тоқтықта деген сөздің өзі, сол тоқтықтың өзі қарап отырсаңыз тыныштықпен келеді. Егер жан жағымызда опай-топай, алас-тұрыс, алас-апыран соғыс болып, Құдай сақтасын бір жағдай болып жатса, біздің ғибадатымыз қайда қалмақ? Сондықтан ең бірінші осы тәуелсіздігіміз, бүгінгі таңдағы мемлекетіміздің жетістігі, басымыздағы менің сіздерге емін-еркін отырып айтып, сіздердің емін-еркін осы тыңдауларыңыз, мейлі әлеуметтік желіде, мейлі әуе толқынынан естіп отқандарыңыздың өзі нені аңғартады? Бұл ұлтымыздағы мынау бағалайтын тыныштық дүние, өзі халқымызда аналарымыз, аталарымыз көп дұға қылғанда не айтар еді? Тыныштық болсын, ел аман болсын, халыққа Құдай берсін дейді. Осының барлығы неден болады?
тыныштықтың арқасында болады. Яғни үрейсіздік. Адам қазақта бір жақсы сөз бар, уайымсыз қара суға семіреді дейді. Уайым бір нәрсенің қам жеу, бір нәрседен қорқу, жауапсыз бір нәрсені күту, осы нәрселердің барлығы жүректі алабұртады. Алабұрту нәрсе не ғибадатыңызға тыныштық бермейді, не өміріңізге тыныштық бермейді. Қазақ айтпақшы, ішкенің ірің, жегенің желім болатын дүние. Сондықтан да ардақты ағайын, біз мынау дұрыс түсінетін мәселенің ішінде осы адамды қорқытпауға алып келуіміз керек. Уағыздарыңызбен де, мысалы, кейбір уағыздарда айтамыз, қорқытпай айтуға. Яғни бұны қорқыту не алып келеді? Қорқыту сенімсіздікті оятады. Яғни адамның жүрегінде иман мәселесінде әлсіздік болатын болса, қорқытылып айтылған бір нәрсені естісе, біз бәріміз жиі еститін бір сөз естіледі. Қандай? Кім барып кетті, неменеге соншама қорқытады деген сөз естиді. Сондықтан да қорқыту мәселесі бұл жақсы дүние емес. Біз GGFM, яғни Жібек жолы радиосының тікелей әуе толқынындамыз. Егер бұла тыңдағыларыңыз келсе, 101.4 тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса жолдай отырыңыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Қасиетті Ережеп айының ұлы күндерін өткізіп жатсыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Ережеп, Шағбан, Рамазан 3 кәдімгі ажырамастай дос деп айтқан болар едім. Енді бір хадис келеді, осы біреуді қорқыту мәселесінде. Бұл біздің кейінгі пранк түсіріп жүрген, кейінгі жастарды қорқытып жүрген, адамдар соны қорқытып, оны әлеуметтік желіге жүктеп, ағайындарын, тіпті кей кезде көрем, әке-шешесін қорқытып жатқан бейне роликтер өте көбейіп бара жатыр. Осыған байланысты қабір азабынан сақта дейді. Енді осы хадистерді, қабір туралы айтылған хадистерді оқып алып, кітаптан біздің кейбір азаматтар, әсіресе жас балалар, қабір туралы өте ауыр сөздерді айтып, елдің мазасын алып жүр. Сондықтан осындай әлеуметтік желіде уағыздар да көбейіп кеткен. Бүйтпесең өйтесің, өйтпесең тозаққа түсесің, екі жағынан қысады, бүйтеді де сөйтеді деген сияқты сөздер. Біз бұл нәрсеге иман келтіреміз, бірақ бұл жалпы қоғамға, әлеуетке айтылатын нәрсе ма? Сондықтан адамды қорқытумен емес, үмітпен, мейіріммен келгені әлдеқайда дұрыс болады. Бұл жалпы қорқыту мәселесі. Енді Алладан қорқу мәселесі. Алладан қалай қорқамыз дейсіз ба? Қараңызшы, қорқу мәселесінде біз қалай қорқуымыз керек? Қорқу деген сөз, яғни құрметтеу, яки болмаса ұялу, бұйырған нәрсені жасалмаған кезде соған тік қараудан ұялу, намыстануға қорқу деп айтылады. Шын мәнінде қорқу деген сөз қалтырап дірілдеп отыру емес. Мәселен, қорқу деген сөз, қорыққан адам не істейді? Тыйылады, қашады, өзін тәрбиелейді, өзгереді. Ал енді мен қорқамын деп отырып күнә істей берсеңіз, мен қорқамын деп отырып боғауыз айта берсеңіз, мен қорқамын деп отырып жаман істі істей берсеңіз, қорыққаныңызға дәлел бола ма осы нәрсе? Әлбетте дәлел болмайды. Сондықтан ардақты ағайын, қорқу, Құдайдан қорқу туралы сөзіңіз болса, біз қазір аз ғана жарнамадан кейін жалғастырамыз. Және бізде жақсы ұлтымызға мен күйеуіме Құран кітап сыйладым дейді. Бірақ орысша, аудармасын өйткені ол кісі орысша сөйлейді. Бұл ісім дұрыс па дейді. Өйтті дұрыс. Оқыса дұрыс. Оқымаса ше? Оқыса әлбетте жақсы. Ғажап. Алла күндеріңізге береке берсін. Бастарыңыз аман болсын. Қасиетті Миғраж түнінде тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Миғраж түніндегі Алла тағаланың қалауыменен 5 уақыт намаз парыз болған бүгінгі күні. Осы эфирімнің соңына тарта мына нәрсені түсіндіріп беріп кетейін. Алла тағала барлық парыздарды Жибрил періште арқылы жіберген. Бірақ намаз мәселесі келген кезде, пайғамбарлық келгеннен кейін 9-шы хижрада, жаңылмасам, 9-шы хижрада Алла тағала Миғражға көтеріп тұрып, пайғамбар саллаллаху алейхи жоғарғы осы кезде сен және сенің үмметің намаз оқу керексің дейді. Яғни аса маңызды болғаннан кейін Алла тағала тікелей шақырып намаз парыз еткен бұйырды. Сондықтан ардақтылар, біреу болса да жаңадан бастасаңыз үйреніңіз. Жұма күні жұмаға барыңыздар. Міне ертең қасиетті жұма. Жұмаға барып қолы бастар. Алладан дұға тілеп, ертең ғажап уағыздар айтылады. Соны тыңдап, көппен бірге құлақ түріп, Құдайдың рахымы көпшіліктің үстінде. Сондықтан көпшіл болған еліміздің көппен бірге тілеген тілегі қабыл болсын. Көп байрақтардың ішінде біздің көк байрағымыз желбіресін. Отанымызда тыныштық болсын.
жан жақтың бәрі алай-түлей болған кезде, біздің еліміздің кемесі шайқалмай, тәуелсіздігі тұрақтанып, ұрпақтан ұрпаққа еліміз тыныштықпен, жақсылықпен жетсін деп тілейік. Еліміздің ортасын бұзуға, еліміздің ауыз бірлігін шайқауға ниетті болған адамдардың Құдайым ісіне тоқтам берсін. Жүректеріміз тыныш болсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Күндеріңіз тыныштықта болсын, бақытты болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Телефонды өшіріп қояйын, айып етпейсіздер.